Жануарлар әлемі табиғат тартуының тамаша жаратылыс бөлігі. Бүгінгі тақырыбымда жануарлардың қызықты әрі өзгешеліктері туралы айтатын боламын. Дүниеге келгеніне 2 күн болған қара құйрық сағатына 95 км жылдамдықпен жүгіре алады. Үнді жыланы 2,4 метр қашықтықта тұрған өз құрбанының көзіне асқан дәлдікпен уын шашып өлтіре алатын ерекше қасиетке ие. Тарантул бүйесі қорексіз 2 жыл өмір сүре алады. Алтын балықтың есте сақтау қабілеті тек 3 секундқа дейін ғана жетеді. Сиыр күніне орта есеппен алғанда 400 литр метан газын бөліп шығарады екен. Түкті араның көзінде шаш өседі. Сол арқылы гүл тозаңын жинайды. Араның ызыңы өзінен емес, қанаттарының қағысынан шығатын көрінеді. Олар қанаттарын минутына 11.400 рет қағады. Чау-чау тұқымдас иті өзге иттерден тілінің қаралығымен ерекшеленеді. Әлемдегі ең ақымақ жануар стегозавр болыпты. Өйткені салмағы 3 тонна болса да, оның миы грек жаңғағындай ғана мөлшерде болған. Керіктің мойын омыртқа саны адамның мойын омыртқа санымен бірдей. Бірақ керіктің мойны адамдардан әлдеқайда ұзын екенін бәрімізге мәлім. Бассенджи үре алмайтын жалғыз ит тұқымдасы. Дельфиндер бір көздерін ашып ұйықтайды. Акула тісін 8 күн сайын ауыстырып тұрады. Сондықтан олардың тістері болаттай берік болады. Қызығы, теңіз балығының темірдей тістерінің жұп-жұмсақ қызыл етінде орналасуы. Тиін керемет бағбан. Миллиондаған теректердің көптеп өсу себебі тиіннің тығып кеткен дәндерінің ұмытып қалдырғанынан болуы мүмкін. Піл өз баласын 22 ай көтереді екен. Солтүстік америкалық оппосум баласын небәрі 8-ақ күн көтереді екен. Қолтырауындар тас жұтқанды жақсы көреді. Нәтижесінде асқазандары жақсы жұмыс жасап, тас олардың су түбіне тереңдеуіне көмектеседі. Құрметті оқырмандар, бүгінгі видеом сізге ұнаған болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесіде қай тақырыпта видео шығарғанымды қалар едіңіз, сол туралы комментарийде айта кетіңіз.